Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін өзімнің арнамда өте керемет табиғи ашытқының көмегімен жасалған осындай батоннан жасап көрсететін боламын. Яғни асқазанымызға ешқандай ауырлық келтірмейді, қанша жесек те семірмейтін және де өте пайдалы ағзамызға нандардың бірін жасайтын боламыз. Ал достар, мен көп созбай бастаймын. Сіздер видеоны менімен бірге соңына дейін тамашалап, рецепті қалай жасалуын көріңіздер. Ең алдымен ыдысымызға салқын суымызды құямыз, 200 грамдай. Оның үстіне 200 грамдай салқын сүтімізді саламыз. Бізде закваска ыстықты ұнатпайды, сондықтан да салқын болсын. Оның үстіне осындай дайын, қазір ғана көтерілген ашытқымызды салатын боламыз. Ашытқымыз біздің суымыз бен сүтіміздің үстінде қалқып, жүзіп жүретіндей болу керек. Осының үстіне кішкене қант салдым, мен дәміне қарай салсаңыздар болады. Енді осылардың үстіне қаймақ немесе майонез салып жесеңіздер болады. Менде үйде қаймақ бар екен, содан біраз қасықтай осылай салып жібердім. Үстіне майымызды құйып аламыз осылайынан. Барлығын қолымыздың көмегімізбен жақсылап араластырамыз. Достар, менде мына жерде тұз салған кадрым түспей қалыпты. Біраз қасықтай тұз салып жүрсеңіздер болады. Қантпен бірге салсаңыздар болады. Енді осылардың үстіне ұнымызды салатын боламыз. Ұнымызды жаймендеп елеп отырып, шетінен салсаңыздар да болады. Барлығын елеп, жұмсақ қамыр дайындайтын боламыз. Еленген қамырымызды бетін жауып, бөлме температурасына жарты сағатқа қоятын боламыз. Жарты сағаттан кейін ашып, клейковинасы дамыған, созылғыш болып келеді. Қамырымыз өте керемет, қараңыздар, созылып тұр. Осыны жан-жағынан алып, өзіне қарай қайырып қоятын боламыз. Қайырып тағы да жарты сағатқа қоямыз. Жарты сағаттан кейін, тағы да бір жарты сағаттан кейін қайырып қойсаңыздар болады. Одан кейін барып, бөлме температурасына 1,5-2 сағатқа қойып қоятын боламыз. Мінекей достар, менікі уже 1,5-2 сағаттай тұрды. Осыны енді 2 бөлікке бөліп алып, нанымыздың формасын жасайтын боламыз. Мінекей достар, қараңыздар, 2 сағаттан кейін наным керемет болып көтеріліпті. Осыны енді пышақтың көмегімен үстінен осылай кесіп қойсаңыздар болады. 180 градусқа 35 минутқа қойып пісіріп алатын боламыз нандарымызды. Мінекей қыздар, менің наным пісіп шықты, өте керемет болып, иісі деген бүкіл үйді алып жатыр, жұп-жұмсақ, жақсы көтерілген. Сіздер де дәл осылай табиғи ашытқының көмегімен ағзаларыңызға пайдалы нанды жасап жеңіздер достар. Көргендеріңізде ешқандай дрожж жоқ, құрамында ағзамызға өте пайдалы. Дрожждың қандай зиян екенін асқазандарыңызға өздеріңіз айтпаса да білесіздер. Ал егер бұл табиғи ашытқының жасалу жолын білмейтін болсаңыздар, менің каналымда ашытқыны жасалу жолы тұр, өтіп қарасаңыздар болады. Ал мен сіздермен келесі осындай керемет рецепттермен кездескенше қоштасамын достар. Ал сіздер менің парақшама жазылып алыңыздар, осындай табиғи ашытқыдан жасалған нандарды үйреніп алу үшін.